Сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше бірге жасайық. Қыздар, ол үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, 1 кесе сарымсақ, 2 пияз және 5 дана ащы бұрыш қажет, және 500 грамм сұйық май қажет, өсімдік майы. Барлығын жақсылап тазалап турап алдым. Енді ең бірінші ет тартқыштан қызанақты өткіземін. Қыздар, мінекей ет тартқыштан өткіздім. Қызанағымды ашты бұрышты да ет тартқыштан бірге өткізіп жібердім. Ең соңын өткіземін қазір. Пиязды 4 бұрыштап турап аламын. Сыйымдылығы үлкен ыдысты алып, отқа қоямыз, газға қойдым. Мінекей, менің ыдысымның сыйымдылығы 20 литр. Енді қызғаннан кейін ыдысымыз үстіне 500 грамм, яғни жарты литр өсімдік майын құямыз, сұйық май. Өсімдік май қызғаннан кейін пиязымызды қуырып аламыз. Майымыз қызды, енді пиязымызды саламыз. Пиязын салып араластырып қуырамыз. 5 минуттай уақыт кетеді, қызарғанша қуырып болғаннан кейін үстіне қызанақтың соғын құямыз. Мінекей пиязымыз қызылып қуырылды, енді мен үстіне соғымызды құйып жатырмын. Соқтың бәрін құйдым, енді жақсылап араластырамын. Қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Мінекей соғымыз қайнады, енді үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Қою бола бастайды, түбіне тұнып, түбі жабысып қалмас үшін жиі араластырып тұрамыз. Сәбіз салғаннан кейін барлығын жақсылап араластырдым. Астын түгел бәрін араласпай қалмасын деп бәрін араластырдым. Енді сәбізіміз қайнағаннан кейін 10 минуттай қайнатып, сәбізіміз кішкене жұмсарғаннан кейін үстіне болгар бұрышын саламыз. Сәбізімізді салып болғаннан кейін сарымсағымызды ірі-ірі бөліктерге бөлеміз. Бұл жолы ет тартқыштан өткізбейміз. Бірнеше бөліктерге бөліп, салатымыздың үстіне саламыз. Салатымыз жай қайнап жатыр. Үстіне салып, сарымсағымызды араластырамыз. Енді болгар бұрышын тураймыз. Көлемі өте үлкен болғандықтан 2-ке емес 4-ке бөліп жатырмын. Аландай кішілері кездессе, бұны 2-ке бөліп жатырмын. Өйткені үлкендері банкаға салған кезде кішкене қиындық тудырады. Сол себепті 4-ке бөліп жатырмын. Осылай барлығын турап аламыз. Кішілеу екен, 2-ке бөліп жатырмын. Қайнап жатыр, үстіне енді болгар бұрышын саламыз. Салып, жақсылап араластырамыз. Енді лавр жапырағын қалауларынша саласыздар. Түйіршіктелген қара бұрыш. Бір уыс салайын деп тұрмын. Бір уыс шамамен 2 қасық болатын шығар. 1,5 қасық па, ас қасық. 6 ас қасық тұз салам. Татымына қарай саласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 қасық салдым. Енді жақсылап араластырамын. Қыздар, салатымызды 1 сағат жақсылап қайнатамыз. 1 сағат қайнағаннан кейін астын өшіріп, банкамызбен қақпағымызды стерилдеп аламыз. Яғни қақпағымызды кеңдеу ыдысқа салып, үстіне су құйып, 5 минуттай ыстық суда қайнатып аласыздар. Ал банканы мантабаркеге салып буласаңыздар да болады, стерилдесеңіздер, яғни я болмаса мен сияқты құманға булап алыңыздар. Стерилдеген банкіге салатымызды құйып, бетін қақпақпен жауып, банкі жапқышпен бұраймыз. Біздің салатымыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.